Бәріңе сәлем достар, сіздермен мәңгілік футбол арнасы. Біз сіздермен футбол әлемінің соңғы жаңалықтармен бөлісуге дайынбыз. Бізге қолдау көрсеткіңіз келсе, лайк басып, каналға тіркелсеңіздер жеткілікті. Біз видео шығаруды тоқтатпаймыз. Олай болса, көп созбайық, біз бастаймыз. Беделді журналист инсайдер Жан-Лука Ди Мартияның хабарлауынша, лондондық Челси Рахим Стерлингті сатып алатындарына 100% сенімді. Журналистің айтуынша, көктер Стерлингтің трансферін жақын күндері хабарлайтын болады. Бұл трансфер жайлы кейбір ақпараттар пайда болды. Челси Ман-Ситиден шабуылшыны 40 миллион еуроға сатып алатын болады. 40 миллион Рахим секілді ойыншы үшін аз ақша. Бұған себеп Стерлингтің келісім шарты. Ойыншының қалалықтармен келісім шарты келесі жылы аяқталады. Рахим келісім шартын ұзартқысы келмейді. Егер Сити ағылшындықты қазір сатпаса, келесі жылы бір тиын пайда көрмей айырылып қалуы мүмкін. Трансфер маркет порталы Стерлингті 70 миллион еуроға бағалап отыр. Егер ойыншының келісімшарт мерзімі соңына жақындамағанда, қалалықтар бұл трансферден 100 миллионға жуық қаржы табыс табар еді. Ди Мартияның сөзіне сенсек, Стерлингті сатып алу Томас Тухелдің жеке ұсынысы. Бұл Челси үшін өте дұрыс шешім. Стерлинг жылдам АПЛ-ді ойнап үйренген керемет шабуылшы. Әрі 40 миллион еуроға қазір бұндай тәжірибелі ойыншыны табу қиын. Егер бұл трансфер орын алса, онда бұл Челсидің соңғы жылдардағы ең сәтті трансфері болмақ. Стерлингтен бөлек көктер сапына тағы бір ойыншы келуі мүмкін. Әрі су тегінге. Әрине, егер екі тарап келісімге келе алса, Усман Дембеле лондондықтар сапына келіп қосылуға қарсы емес. Бірақ француздың бір талабы бар. Ол әрдайым негізгі құрамда ойнағысы келеді. Бұл талап орындалмаса, онда бұл трансферден бас тартады. Өткен маусым Дембеле үшін өте сәтті өтті. Бірақ әрине ол барлық Барселонаның ойындарына қатыспады. Бұған қарамастан француз 21 ойында 1 гол салып, 13 нәтижелік пас берген. Бұл тек Барселонада ғана емес, Ла Лигадағы үздік көрсеткіш. Бұған қоса Тухел бұрын Дембелені жаттықтырған және ойыншыда ең талантты футболшылардың бірі деп есептейді. Бұл Дембеленің шешіміне әсер етуі мүмкін. Бірақ бір жағынан Дембелені командаға қосу қауіпті. Француз Ла Лиганың өзінде көп жарақат алып жүр. Ал енді АПЛ-ге өтсе, онда мүлдем ауруханадан шықпауы мүмкін. Ал Челсидің өзі Дембеленің талаптарын қарастырып жатыр. Егер бұл талаптар орындалатын болса, онда французды Лондонда күте берсек болады. Қазірдің өзінде Садио Маненің бір аяғы Баварияда. Мюнхендіктер ойыншының трансферін 22 маусым күні жариялайды деп күтілуде. Сенегалдықпен бәрі белгілі болса, Мухаммед Салахпен әлі ештеңе белгісіз. Манеден кейін тағы бір жұлдызымен қоштасу Ливерпуль үшін үлкен соққы болатыны анық. Земирер басылымның хабарлауынша, мысырлық Ливерпульмен келісім шартын ұзартқысы келмейді. Оның себептері әрі хабарланбады. Бірақ менің ойымша мысырлыққа жаңа келісім шарттың жалақысы мен келісім шарт мерзімі ұнамай отыр. Бұған дейін бақта Салах 5 жылдық келісім шартпен аптасына 500 мың еуро жалақы алғысы келетіндігі хабарланған болатын. Бірақ Ливерпуль бұндай келісім шарт ұсына алмай отыр. Екінші жағынан қызылдар тағы бір жұлдызынан айырылып қалғысы келмейді. Дереккөздің хабарлауынша, Ливерпуль Салахты келесі жылы тегін жіберуге мәжбүр болса да, осы жылы ойыншыны командада сақтап қалғысы келеді. Айта кетейік, Салахтың мерсисайдықтармен келісім шарты келесі жылдың жазына дейін жарамды. Ойыншыны қазір сақтап қалып, келесі жылы тегін жіберу дұрыс, не дұрыс емес деп айту қиын. Бұл екі ұшы бар таяқ секілді. Салах өте керемет ойыншы, әрі команданың басты жұлдызы. Екінші жағынан ойыншының өз еркінсіз командада ұстап қалу дұрыс емес. Келесі маусымда дұрыс өнер көрсетпеуі мүмкін. Бәрібір келесі жылы командадан кетеді. Уақыт созудың қажеті жоқ. Ең болмаса ойыншыны сатып ақша тауып қалуға болады. Әрине қазір ешбір клуб Салах үшін көп ақша төлемейді. Бірақ бәрібір жоқтан жақсы. Үстіне ақша қосып басқа ойыншы сатып алуға болады. Мысалы, көршілес командадан кеткелі отырған Стерлинг бар, немесе Барсадан кетіп бара жатырған Дембеле. Қазір клуб негізгі құрамға үлкен өзгерістер енгізуге қорқып отыр. Бірақ келесі жылы бәрібір осыны істеуге тура келеді. Ал Салахқа басты үміткерлердің бірі ол ПСЖ. Менің ойымша, егер Ливерпуль шейхтармен кішкене саудаласса, Салах үшін біршама ақша алуға болады. Әрине, бұл менің ойым. Ал сіздер қалай ойлайсыздар, комментте өз ойларыңызды жазып кетсеңіздер болады. Бұдан бөлек Ливерпуль жаңа ойыншыларды да командаға тартып жатыр.
Қызылдар 18 жасар Келвин Рэмзисмен ұзақ мерзімді келісімшартқа отырды. Бірақ әзірше ойыншы екінші командада өнер көрсететін болады. Бұл әрине болашаққа бағытталған трансфер. Манчестер Юнайтедтің соңғы жылдары жолы болмай келеді. Бұл трансферге де чемпионатқа да қатысты. Осы жайлы МЮ-дің бас атқарушы директоры Ричард Арнольд сұхбат берді. Біз өте көп ақшаны ауаға жұмсадық. МЮ трансферге Европаның басқа клубтарына қарағанда 1 миллиард фунт стерлингтен көп ақша жұмсады. Біздің қазіргі АПЛ-дегі орнымыз мені таң қалдырмады. Әрине бұл оңай емес, бірақ біз бұл мәселені шешуіміз керек. Мен қазір жаттығу алаңына барып, біздің жұмсаған 1 миллиардымыз қайда деп сұрақ қоя алмаймын. Себебі бұған кінәлі біз. Мен команданың ақшасын дұрыс қолдана алдық деп ойламаймын, деді МЮ-дің директоры. Мен бұл сөздерге толықтай келісемін. Қазіргі Манчестер Юнайтедтің құрамы 1 миллиардқа шамалап та жетпейді. Мысалы, сол бір Магуайрды айтсақ та болады. Оны қаншаға сатып алды. Енді ол командаға қаншалықты көмектесіп жатыр. Өкінішке орай бұл тұста Магуайр жалғыз емес. Қазір МЮ трансфер жағынан ең төменгі командалардың бірі. Бұл тізімде Барселонада бар. Каталондықтар қарызға алған миллиондаған ақшаны оңды-солды шашып тастады. Дәл қазір осы екі дос Фрэнки де Йонгтың трансферін дайындап жатыр. Екі тараптың келіссөздері сәтті жүріп жатыр. Ал голландиялықтың өзі Барсада қалғысы келеді. Бірақ оған таңдау еркі берілмеген. Ойыншы үшін барлығын шешіп қойды. Қазір трансфердің бағасы белгіленіп жатыр. Қызыл сойқандар бағаны барынша түсіргісі келеді. МЮ Барсадан трансфер сомасын бөліп төлеуді де сұраған болатын. Бірақ Барса бұған көнбеді. Каталондықтар барлық ақшаны бірден алғысы келеді. Бақтың хабарлауынша бұл трансфердің бағасы 100 миллион еуро болмақ. Егер бұл трансфер орын алса, Де Йонг ауаға кеткен 1 миллиардтың ішіне кіріп кетуі мүмкін. Иә, Де Йонг жақсы ойыншы, бірақ менің ойымша ол МЮ-ге сәйкес келмейді. Екінші жағынан 100 миллион голландиялық үшін өте көп ақша. Реал Мадридпен енді қоштасып үлгерген Марсело тағы біразға Европада қалуы мүмкін. Бразилиялыққа Милан ұсыныс тастады. Бәріміз білетіндей, А сериясы жасы үлкен ойыншыларды сатып алуға құмар. Әрине, егер Марсело ары қарай үлкен футболда өнер көрсеткісі келсе, Миланның ұсынысын қабылдағаны дұрыс. Дәл қазір Милан болашаққа үлкен жоспар құруда. Келесі жылы олар міндетті түрде скудетталарын сақтап алуға тырысатын болады. Әрі Чемпиондар лигасын біраз шулатуы мүмкін. Екі тарап дәл қазір келіссөздер жүргізуде. Бірақ кейбір қиындықтар бар. Милан бразилиялыққа жылына 3 миллион еуро ұсынып отыр. Бұл Марсело Мадридте алғанға қарағанда 2 есе аз. Бірақ шыны керек, қазір Марсело Мадридпен келісімшартқа отырған кездегідей емес. Достар, бүгінгі жаңалықтар осымен тәмам. Видео ұнаса лайк басып, жаңалықтар жайлы өз ойларыңызды комментте қалдыруды ұмытпайық. Және арнаға тіркеліп жатқандарыңыз үшін көп рахмет. Ал біз қоштаспаймыз, келесі видеода кездескенше аман сау болыңыз.